Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Өте нәзік, жұп-жұмсақ, керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сгущенка мен жұмыртқаны салып миксерлейміз. Содан соң ұнымызға разрыхительді қосып араластырып аламыз. Енді ұнымызды салып жақсылап миксерлейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді пергамент қағазын дайындаймыз. Мен өзіме оңай болу үшін пергамент қағазын осылай саламын. Үстіне формамызды салып, осылай қысамын. Сол кезде формамыз сақталып қалады. Барлық пергаменттерді осылай дайындап аламын. Осы дөңгелектерге дайын қамырымызды салып жайып шығатын боламыз. Менде 18 диаметрлік өлшеммен 8 корж шықты. Сіздер 22-24 диаметрлік өлшеммен 4-5 корж жасасаңыздар болады. Енді осы корждарымызды 180 градуста шамамен 5-6 минуттай пісіріп аламыз. Енді крем дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға сливкиді құямыз. Сливки міндетті түрде салқын болуы керек. Сливкиді жақсылап миксерлейміз. Қоюлана бастағанда қант ұнтағын қосып тағы да миксерлейміз. Содан соң творожный сыр салып, жақсылап қою болғанша миксерлейміз. Ал енді корждарымызға кремімізді салып, тортымызды жинаймыз.
Мінекей біздің тортымыз дайын. Өте жұмсақ, нәзік, керемет болып шықты. Жай ғана жасап көріңіздер. Бұл торт шын мәнісінде керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жасалуы өте оңай әрі тез дайындалады. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісетін боламын, сондықтан каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.